Сәлем, балалар. Бүгін біз өте қызық әрі маңызды тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауаның қандай қасиеттері бар. Ауа біз күнде көрмесек те, үнемі жанымызда болатын табиғаттың бөлігі. Қараңдаршы, балалар алаңда ойнап жүр. Мұғалім балалардан сұрайды, ауаны көре аламыз ба? Біз ауаны көрмейміз, бірақ ол әрқашан қасымызда. Ауа мөлдір. Ол көзге көрінбейді. Бірақ біз оның бар екенін сезе аламыз. Мысалы, қолымызды алға сермесек, жеңіл бір нәрсенің барын сеземіз. Ол ауа. Мына баланы қараңдаршы. Оның қолында үрленген шар бар. Шар кішкентай еді, бірақ үрлеген сайын үлкейген. Неге? Себебі шардың ішіне ауа бар. Сонымен ауа орын алады. Яғни, ол бос кеңістікті толтыра алады. Шардың ішіне ауа кіргенде ол кеңейе түседі. Бұл ауаның маңызды қасиеттерінің бірі. Міне, жел тұрған көрініс. Ағаштардың жапырақтары тербеліп жатыр. Жел дегеніміз ауаның қозғалысы. Бала парақ ұстап тұр. Кенеттен парақ желмен ұшып кетеді. Бұл ауаның қозғалатынын тағы дәлелдейді. Біз желді көзбен көрмейміз, бірақ оның әсерін сеземіз. Сонымен ауаның тағы бір қасиеті, ол қозғалады, ал қозғалған ауа жел деп аталады. Ауа тек далада ғана емес. Үйдің ішінде де, сыныпта да, барлық жерде бар. Тіпті біз тұрған бөлме де ауамен толы. Суда да ауа бар екенін білесіңдер ме? Аквариумдағы көпіршіктерге қараңдаршы. Олар судың ішіндегі ауаның жоғары көтеріліп жатқанын көрсетеді. Баланың қолында желпуіш бар. Ол желпуішті сермегенде салқын жел пайда болады. Бұл ауаның қозғалғанын сезудің тағы бір жолы. Ауа өте жеңіл. Мына шардың ауада баяу тербеліп тұрғанын көріп тұрмыз. Ол ауыр емес, жеңіл болғандықтан жоғары қалықтап жүр. Ендеше ауаның негізгі қасиеттерін қайталайық. Ауа көрінбейді. Ауа орын алады. Ауа жеңіл. Ауа қозғалады. Бұл қасиеттер ауаның табиғаттағы рөлін жақсы түсінуге көмектеседі. Ауа біздің өміріміз үшін өте маңызды. Біз тыныс алу үшін де ауа қажет. Сондықтан табиғатты қорғап, ауаны ластамау бәріміздің міндетіміз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.